20 минуттан кем уақытта сенде толыққанды мобильді приложение болады. Шыны керек сенің кірмейсің, иә? Бірақ та бүгін бізде бәрі жасалмады. Барлықтарыңа сәлем, саламатсыңдар ма балалар? Бүгін әлбетте мен сендермен бірге Қанат Бегарс Нұрланұлы осы курстың мұғалімі. Алдыңғы сабақта біз Flutter мен Flutterflow'дың айырмашылығын көрдік. Айырмашылығы енді өте қызық болды. Ал бүгін біз разработкаға ең бірінші қадам жасаймыз Flutterflow арқылы. Бүгінгі сабақтың трек тақырыбы Quiz Up. Оның басты мақсаты сұрақ қою и одан нәтиже алу. Менің тақырыбым болады: сен қандай архетип ойыншысың? Мысалы, снайпер, пушер, нуб, про. Ал сенде басқа тема болсын. Q-pop болсын, басқа болсын. Бәрібір бастапқы өзің темің болсын. Ал бастау үшін бәрібір қандай браузер болсын. Мен Chrome қолданам. Flutterflow. Ескертем балалар, мысалы Flutterflowға кірген кезде реклама болуы мүмкін. Сол үшін осы күлгін түстес сайтқа кіреміз. Вайбовый әдемі сайт пайда болады. И осы жақтан Start for free деген басамыз. Бұл жақта регистрация болады. Барлығы қауіпсіз, уайымдамаңдар. Google арқылы кіруге болады. Егер де сізде Mac болса Mac, егер де сіз керім крутой болсаңыз, GitHubпен де болады. Кіреміз, жасаймыз и әлбетте проектіге кіреміз. И осылай бізде толыққанды проектіміз ашылды. Бұл проект емес, бұл бізде Flutterflow'дың платформасы. Көріп тұрғанда бұл ChatGPT ұқсасын, бұл ChatGPT емес. Бізге проект жасау керек бірінші. Мынаны пока қарамай тұрамыз. Create new project и create project from template. Template дегеніміз бұл әлбетте шаблон. Осы шаблонның арасынан біреуін таңдап қолдануға болады. Ал бүгін бізде бірінші сабақ болғасын, бәріміз бірге бос проект жасайық. Quiz Up деп атын қоямыз и әлбетте Start Building басамыз. Так, пока жасалып жатқан кезде ескертейін. Бізде Flutterflow екі тегін проект береді. Егер жасамаса, мысалы, бір проект жасап, екінші проект жасайсың, үшінші проект жақсаларың келсе, біреуін удалить ету қажет болады. Негізі тегін барлығы жарай береді. Екі проект көпке жетеді. Так, көріп тұрғандай бізде интерфейс ашылды. Бұл интерфейс проекті и осы жақта жұмыс істейміз. Көріп тұрғандай ең бірінші ортасындағы ол бізде Canvas деп аталады. И бұл жерде біз жұмысын істейміз, жұмысын атқарамыз. Бәрін басып көріңдер, тексеріп, өте қызық. Келесі сол жақта бізде build батырмалары. Көріп тұрғандай 4 батырма, и осыда ең бірінші widget palette деп аталады. Бұл біздің әрбір элементіміз. Есте сақтаймыз балалар, біздің Flutter болсын, Flutterflow болсын, әрбір осы жақтағы элемент widget деп аталады. Ол өте маңызды ақпарат. Келесі текст аламыз, саламыз, image саламыз, так, контейнері саламыз, и барлығы бізде толыққанда әдемі етіп жасап тұр. Келесі бізде pages деген бет. Бұл жерде біздің әрбір беттеріміз көрінеді. Бұл жақтан қарап тексеруге болады. Мысалы, бір бет, келесі бетті қосуға мұрша болады. Келесі бізде иерархия. Бұл жақты уже қиынырақ. Мысалы, біздің бетімізде көріп тұрғандай 4 элемент бар. И әрбір 4 элемент бізде иерархияны жоғарыдан төмен түседі. Мысалы, көріп тұрғандай homepage ол ең бастапқы, ол трек. Тректің астында column деген бар. Ол жоғарыдан төменге салуға рұқсат беретін widget. Ал келесі текст бар, оның ішінде image бар, оның ішінде контейнер, и арғарай. Келесі батырма ол бізде қанша бет и қандай беттен қандай бет жүретін көрсететін элементтің бірі. Ал жалғастырайық. Негізі осы байқағанда әрбір элементті басқан кезде байқасандар, оң жақта бізде өзгеріс бар. Бұл бізде properties деп аталады, и оның аударғанда properties өзгеріс. Мысалы, бәріміз бірге page title-ды өзгертіп көрейік. Сендерге де өзгертіңдер. Так, Бегарсаға cool. Вуаля. Properties бізде өзгеріске келеді. Көріп тұрғандай біз visibility, көрінісін өзгерте аламыз, оң жақ сол жағына бос кеңістік қоса аламыз, қаяқта орналасқан қоса аламыз, и әлбетте цветін өзгерте аламыз. Так, жалғастыра келе бізде келесі action. Action ол бізде негізі. Осы қазір біз код қолданбаймыз. Біз білеміз, Flutterflow код қолданбайды. Ал осы кодқа жан беру үшін, өзгеріс әкелу үшін, мысалы, кнопканы басқан кезде мына жерге апарат деген сияқты жан беру үшін бізге action көмектеседі. Негізі actionның түрлері көп, бұның барын көре аласыңдар, оны енді алдағы уақытта сабақтарында көре жатармыз. Так, бұл бізде интерфейстің басты элементтері. Ал енді осы элементтер тексеретін, көрсететін, ол бізде жоғары жақта. Comments бар, project suggestion бар и ең маңыздысы қателер.
issues бар. Осы сияқтан біз қателерді қарай аламыз. Бізде бір қате, біз жаңа actionды жасап шықтық, бірақ та оған қоспадық. Сондықтан да біз оны давайте бәріміз бірге кетірейік. Вуаля, менде ошибка. Пақ дегенде кетті. Келесі бізде көріп тұрғандай, так, бұл бізде preview app, бұны сендер басып қалай приложение көрінеді телефонда қарай аласыңдар. Ал ең соңғысы серверға қосып тестовый модта көрсету үшін осы кнопка арқылы қолдануға. Оны пока что потомға. Көріп тұрғандай біздің preview әдемі приложение ретінде. Негізі біз бастапқы маңыздыларын түсіндік, бірақ та барлығымыз бірге осыны әдеміліге тырысайық. Сендерге бұл кішігірім тапсырма, көріңдер, өзгертіңдер. Ал бүгінгі ең басты қызығына жетсек, келесі қызығы жасанды интеллект. Қазіргі уақытта негізі 21 ғасырның 30 декейд, то есть 30 жылдары тенденция жасанды интеллекті. Көздерің көретіндей Клауди бар, Gemini бар, Banana, Higgsfield, ChatGPT, арғарай. Негізі өте көп олар. Ал осы Flutterflow'дың өзінде жасанды интеллект бар. Давайте бәріміз ашайық, қарайық. И бұл жақта ең бірінші жаңа проектті кетірейік. Себебі сендерге бір лайфхак, жасанды интеллект проект жасаған кезде ол толық екі проект жасайды. Не үшін олай жасайды білмеймін, ол баг шығар, но осылай көріп тұрғандай бізде жасанды интеллекттің чаты пайдалады. Бұл жаққа негізі ағылшынша жазған жөн, сондықтан да переводчикті ашайық. И осы переводчикті ағылшынша аударамыз. Так, сен маған персоналды приложение жасап бер. Тақырыбы quiz app. Сен қандай архетип ойыншысың? Так, келесі. Маған 4 бет қажет. Маған 4 бет қажет. Бірінші бет welcome бет. Сұрақтар беті. Жауапсыз. Так, 3 сұрақтар өзі. Төрт жауаппен. Так. И әлбетте соңы. Бұл нәтиже. Соңына визуал қосайық. Визуал бізде болсын гейм стилінде. И әлбетте күлгін түсте. Осын аламыз и осыяққа саламыз. Ал біздің жасанды интеллект ойланып тұрғанда осы жазып жатқан не екен түсінейік. Әрбір жазған сөйлеміміз ол жасанды интеллектке промпт деп саналады. Сондықтан да біз промптты дұрыстап жазу керек. Пока біздің промптымыз бойынша біздің жасанды интеллект уже жұмыс істеп жатыр, әдемі керемет етіп жасап жатыр екен. Ал осыған орай 3 қағида, 3 лайфхак қабылдандар. Бірінші, нақтылық. Көріп тұрғандай, мен промпт жазған кезде нақты бойынша мен тақырыбын жаздым, нақты бойынша қандай стилде екен жаздым. Келесі, мен структура бойынша 4 бет и мысалы welcome беттен кейін мынау жүреді, сұрақтар беттен мынау жүреді. Қанша бет и структурасын көрдіңдер ғой. Тақырып, оның басты қалай жасалуы и визуал. И ең соңғы қағида ол бізде визуал. Өздерің білетіндей, жасанды интеллекттер бізде көбіне минимализм қолданады. Сондықтан да біз бұл жаққа өзіміз көрсетеміз. Гейм стилде, фиолетовый түрде жасау ретінде қолданып жатырмыз. Ал келесі біздің проектімізді
көрейік, қалай болды, қалай жасалды, оның бәрін көре жатамыз. И вуаля, біздің проектіміз дайын. Pages-ті ашайық. Көріп тұрғандай welcome-ның ішінде бізде өте әдемі проектінің сәлемдемесі бар. Өзі көрсетіп тұр, қандай сұрақтар болады, қалай болады деген сияқты керемет етіп көрсетуде. Келесі сұрақтардың өзі, мысалы, мұндай сұрақ болады, мен соны басам деген сияқты анимациямен бірге. Негізі өте маған ұнап тұр, қараңдаршы, қандай анимация. Келесі active quiz. Осы сұрақ қалай? То есть, мысақта сұрақ болады, анимация артында тұра береді, сұрақтардың өзі болады. Бұл жаққа уже қызыл қосылды. И әлбетте ең соңында батыс деген кезде барлығы әдемі пиксельді түрде толыққанды әдемі проект дайын болды. Көріп тұрғандай бізде бұл жаққа статистика қосыпты, керемет. Ал балалар, осы кішігірім 13 минуттың ішінде біз толыққанды проектті жасап шықтық. Осы кішігірім уақытта. Негізі біз тек проект жасамадық, біз деген регистрацияда жасадық, біз осы интерфейстің 4 элементін тексердік, виджет не екенін қарастырдық, жасанды интеллектке промпт жаза білдік. Еске алайық, нақтылық, структура и әлбетте визуал. И келесі өзіміздің проектімізді көре алдық. Бұл біздің интерфейс, бұл біздің Flutterflow, и бұл біздің осы екінші сабақтың нәтижесі. Ал осы сабақты бекіту үшін үй жұмысы сабақтың астында әлбетте жасандар, оны жасамасандар бекіту болмайды. Үй жұмысы жасаймыз, и келесі сабаққа дайындаламыз. Ал біздің келесі сабақ өте қызық, себебі бұл сенің приложениеңді, шаблонды жасанды интеллект жасаған, сен өзіндік етесің, кастомизация жасап, бұл проектті, бұл менікі деп көрсетесің. Қарағандарыңа рахмет, алдағы уақытта үшінші сабақта кездескенше.